Аяқтың нервісі қысылғанды анықтауға арналған тест. Яғни сіздер алдыға қарай еңкейіп көріңіздер. Егер де жамбастың артында түйін тұрғандай және сол түйін аяқтың артынан ұстап жібермей тұрғандай сезім болса, онда седалищный нерв грушевидный мышцаның астында қысылған. Екінші тест, аяқты көтеріп, өзіңізге қарай тартып көріңіз. Егер де тұрып көтеру қиын болса, онда отырып немесе жатып көтеріп көрсеңіздер болады. Егер де мына шап аймағында бір түйін қысылғандай, бір шап аймағында бір ыңғайсыздық сезім болса, онда запирательный отверстие болады, осы жерден запирательный нерв шығады. Яғни мұнда паховая связка бар. Сол связканың астында сіздердің нервтеріңіз қысылған. Ал егер таңертең, түсте, кешке отырсаңыз да, тұрсаңыз да, жатсаңыз да, аяқтың артынан бір сіңір тартып тұрғандай болса, онда бұл грыжадан қысылып тұрған болуы мүмкін.